Бар ғұмырын қазақ балаларын оқытуға, қазақ мектептерін ашуға арнаған Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Ыбырай 3 жасында өзінің әкесі Алтынсардан айырылып, атасы Балғожа бидің қолына өтеді. Сөйтіп Балғожа би өзінің немересінің білім алғанын қалағандықтан 1850 жылы Орынбор қаласындағы шекаралық сот комиссиясының жанынан ашылған мектепке жаздырады. Сөйтіп Ыбырай Алтынсарин 30 балалардың ішінде сол мектепке қадам басады. Ыбырай Алтынсариннің басты мақсаты мектеп ашу болғандықтан, Ыбырай Алтынсарин 1860 жылы басқармаға хат жібереді. Сөйтіп басқарма оған рұқсат беріп, бірақ Ыбырай Алтынсаринге көмектеспеді. Ыбырай Алтынсарин 1864 жылы өз ақшасына, яғни 4 жыл бойы жинаған қаражатына сол мектепті ашады. Сөйтіп, Ыбырай Алтынсариннің мектебіне алғашқы болып 14 ұл бала қабылданады. Ыбырай Алтынсарин – казахский педагог, писатель, общественный деятель и ученый-этнограф, а также автор учебников «Казахская хрестоматия» и начальное руководство обучению казаков русскому языку. Годом рождения Ыбырая стал 1841 год. Он рано лишился своего отца и воспитывался у своего деда, известного бия Балғожи Жанбушина. Ыбырай Алтынсарин was born in Alkakara region of the Torgay Oblast. He was the first who opened the school for girls, and his career was the inspector in these Torgay schools. Being a Muslim, he best known for introducing the transition of Perso-Arabic alphabet to the Cyrillic alphabet. This allowed him come up multiple ways to modernize Kazakh society.